Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Біз бүгін қазақ әдебиеті пәнінен 7-ші сыныптың 3-ші тоқсанға арналған номер 2-ші БЖБ тапсырмасын орындаймыз. Балалар мен үлкендер бөлімі бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Екі нұсқа қарастырылады. Дәл қазір бірінші нұсқаны тыңдаймыз. Тапсырманы бастамас бұрын Зі мұғалім каналына жазылып, лайк басып қолдау беруді ұмытпаймыз. Оқылатын шығарма: Қасым Қайсенов «Жау тылындағы бала» хикаяты. Сәрсен Сарғасқаев «Тәмпіш қара» хикаяты. Оқу мақсаты: шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Бағалау критерийі: ойлау дағдыларының деңгейі, орындау уақыты 15-20 минут. Бірінші тапсырма: жау тылындағы балалардың тапсырманы орындаудағы ерлік көріністерін өз көзқарастарыңды білдіре отырып дамытып жаз дейді. Соғыс жылдарында жау тылында қалған балалардың тағдыры аса ауыр болды. Соған қарамастан олар үлкендермен бірге отан үшін аянбай еңбек етті. Аштық пен қорқынышқа қарамай, балалар егіс даласында жұмыс істеп, зауыт пен фабрикаларда еңбек етті. Жаралыларға көмектесті. Кейбірі партизандарға хабар жеткізіп, маңызды тапсырмаларды орындауға атсалысты. Менің ойымша бұл нағыз ерлік. Себебі олар бала болса да жауапкершілікті терең сезінді. Балалық шақтың қызығын көрмей, елдің болашағы үшін күресуі олардың рухының мықтылығын көрсетеді. Қиындыққа мойымай, тапсырманы адал орындау отан сүйушіліктің айқын дәлелі. Жау тылындағы балалардың ерлігі бүгінгі ұрпаққа үлгі. Біз бейбіт заманда өмір сүріп жатқандықтан, олардың төзімі мен қайсарлығын қадірлеуіміз керек. Олардың батырлығы тарихта мәңгі сақталады. Екінші тапсырма: Тәмпіш қара повесіндегі Шыншатайдың іс-әрекетіне шығармадан дәлелдер келтіре отырып, гуманистік тұрғыдан талдап жазыңыз. Тәмпіш қара повесіндегі Шыншатай бейнесі мейірім мен адамгершіліктің үлгісі. Ол сыр келбейтіне бола, тәмпіш қара атанса да, ішкі дүниесі таза, жүрегі кең кейіпкер ретінде көрінеді. Шыншатай өзінен әлсіздерге қамқор болып, әділетсіздікке қарсы тұруға тырысады. Қиын жағдайда қалған жандарға жаны ашып, қол ұшын созу оның гуманистік болмысын айқындайды. Шығармада оның достарына адалдығы, үлкендерге құрметі және айналасына жанашырлығы нақты әрекеттері арқылы дәлелденеді. Ол кек сақтамай, керісінше түсінуге, кешіруге бейім. Бұл қасиеттер кейіпкердің рухани биіктігін танытады. Гуманистік тұрғыдан алғанда, Шыншатай адамның сыртқы келбетіне емес, ішкі жан дүниесіне мән беру керектігін көрсететін тұлға. Автор осы бейне арқылы адам бойындағы мейірім, жанашырлық, әділдік сияқты құндылықтарды дәріптейді. Біздің осы екі тапсырмамыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағалау критерийіне тоқталатын болсақ, бізде бірінші сұраққа 4 балл, екінші сұраққа 4 балл, яғни барлығын қосқанда 8 балл. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.